отношение болды. Амандаспай қоям, бірақ қалайсың дейін деген қалай кетті. Негізі күнде қалайсың сатөлет деп мен саған бармаймын. Көрсем амандасып, көрмесем. Болды. Түсіндім. Жалпы әңгімені түсіндік қой. Мен мұқтаж емеспін сатөлет. Мен Хорошо. амандасып. Болды. Осымен қаласың. Ассалаумағалейкум. Бірақ кешірім сұрамайсың. Сұрамаймын. Енді қараса, енді сен Жоқ, сен әңгімең жаңағы сен мен тыңдап отырмын ғой. Енді сенікі маған вообще қызық емес. Мен өздігін айтып болды. Дедің ғой, сен амал жоқ тыңдайсың ғой, менен микрофон тұр ғой. Мен амал жоқтан тыңдау, мен хақым. Амал жоқ тыңдайсың ғой. Тыңдамаймын мен. Тыңдамай қой, мен айта берейін. Енді сәддәулезен жігіт болғаннан кейін енді кешірім сұрайсың, сен бірдеңе түсіп қала ма? Сен жаңадан бері ойбай, сен ханзада едің ғой, сен бұл нәрсе едің, и так білу керексің ғой. Бұл жердегі тонкості сен түсіну керексің ғой. Просто кешірім сұрай саласың болды ғой. Енді әйел адам сен үшін 2 рет жылап тұр. Жоқ, кешірім сұрайтын момент болады, Дәуіржан. Мен кінәлі емеспін ол жерде, понимаешь? Потому что ол адамның мен жайлы өзі кінәлі болып тұр ма? Сен сөйлеткіші, либо мен сөйлеткіші. Енді кім кінәлі осы ситуацияға? Сұрақ қой да өзің жауап бер, Дәуіржан. Кім кінәлі болып тұр енді осы ситуацияда? Айтайын деп отырмын айтсам. Жындысың ба? Кім кінәлі енді айтсай, просто кім кінәлі? Жоқ, қарасай. Ол сен. Мен саған айтып жатырмын. Мен сұрамаймын кешірім, кінәлі емеспін, потому что бұл тақырып жабық. Мен саған айттым, неге? Потому что ол адам мен жайлы арам ойлағанына мен кінәлі емеспін. На теманы битик. Енді амандаспаймыз анау деп тұр ғой, енді сонымен біте салсын әңгіме. Енді Зарина сіз де енді сұрамай қойыңызшы, не істейсің мынаның ойын, по идее. Вообще қызық емес па бұның ойы? Бұның ойы бір нәрсе решать ететін болса жарайды да, вообще қызық емес. Енді обстановканы кішкене ауыстырайық. Мен бір тағы сыйлығым бар, соны алып келейік, осы тема жабылсын. Тағы да сыйлық дейді. Жандос шақырайық онда ортаға. Жандос келсін, қандай сыйлық бар екен. Бұл жол немен қуантасыз, немен таңғалдырасыз, көрейік. Қазір бәрі сразу картина деп ойлап қалуы мүмкін, но это не так. Так, рахмет. Бұны битик қалай істесем екен? Мына жерде ашсам қызық болмай қалады. Лучше үйіңізге барып ашасыз ғой, короче. Мынандай сыйлықты тоже ешқашан ешкімге сыйламағам. Мына нәрсе деп айтайын ба? Сондай, короче. Сіз, короче, отырсаңыз, мынау артында бүйтіп тұрасың, чтобы ана. Онда қызық екен негізі, иә? Шынымен де ішінде не бар деп ойлап қалдық, енді Зарина айтып берер. Бәрі ойлап қалуы мүмкін, портрет, картина, но это не так, деп қоясың. Қазір неге ашуға болмайды? Қазір ашпай қоя сал, кішкене интрига болсын да. Ашқыңыз келіп тұрса енді мархабат. Немесе инстаграмыңызға саларсыз, сол жерден көреміз. Өзіңіз көріңіз де. Енді мысалы біздің жобаны көретін көп адамдар инстаграмға кірмеуі де мүмкін ғой. Мысалы ата-әжелеріміз инстаграмға кіре бермейді, тиктокқа кіре бермейді. Жарайды онда, көріңіз енді. Сыйлық сіздікі? Сыйлық сіздікі. Ашасыз ба? Ашпайсыз ба? Қай жерде ашасыз? Жақсы ашыңыз. Ойын бөлінсін. Ал ашыңыз. Былайнан, ой, ауыр екен. Сол қиын болып тұр ғой. Аны мен білем, бүйтесі сақ болады жоқ, по идее. Қалай өзі? Кет қаласың. Ал ашыңыз. Қол өнермен жасалған, е? Сүре менің түсінуім бойынша. Ал? Зарина, сіз оқынып түсініп тұрған шығарсыз? Бүгін андай бір картинаның күні болып отыр ғой, короче. Мына жер арабский өлең болып тұр ғой, короче. Арабская ночь деген сияқты ма. Ау, келмей тұр екен, е. Сақан күшті, өте қатты қуанып қалдым. Жерде, короче, аятүл курсы. Мен пайдинаны оқи алатынмын кезінде. Бірақ бір қайталап алсам пайди оқып бере аламын. Но сосын ең өзіме ұнайтын сүрені заказ бердім, сосын бүгін алып кеттік. Әдемі, өте әдемі екен, тастарымен безендірілген. Зарина? Рахмет, өте қуаныштымын. Маған негізі осындай сыйлықтар қатты ұнайды. Бір рет қолдаушыларым бір сөзбен жазып жіберген еді. Енді аят тұрса вообще күшті болатын болды. Үйімде бұйырса бөлмеймін осындайлармен тоқайын деп тұр ғой. Рахмет, қатты ұнады. Күтпедім еще бұндай сыйлық болады деп. Анда әрбір қиындықпен бірге жеңілдік бар дейді ғой. Негізі Тәуіржанмен кеше тоже әңгіме айтып отырған кезде де андай да, осы нәрсені айтып беріп жатырмыз ғой, енді кеше осындай болып қалды деп. Бірақ енді бұл кісі де қатты көңіл алмақ қой, енді болып тұратын шығар, бұрынғы адам болғаннан кейін деген сияқты қылып жұбатып жатырсыз да. И қалай әңгіме өзгеріп кеткенін білмейміз да, Тәуіржанмен ше.
енді ең соңында барып айтатын, мә мен жаңа жылап отырып жазып жатыр едім ғой сізге, хотя уже сразу ойым бөлініп, көңілім бөлініп кетті ғой, бәрін ұмытып жібердіңіз деген сияқты. Солай рахмет айтып, ол көңіл бөлулеріңізді андай сезіледі ше маған. Үйінде жүреді да, жұмыс істеп жүріп аудио жібереді, аяқ киім киіп атып дауыстар шығады да, бір кезде машинада отырады. Соның барлығы уақыт тауып, сондай көңілім тауып жатқаныңыздың барлығына көп рахмет. Енді өз сөзіңізбен айтсаңызшы. Рахмет деп басқаша айтатын едіңіз ғой. Қалай? Басқаша айтатыныңыз бар, Осындай барлық жақсылықтарыңызды бағалаймын. Рахмет. Ой, сыйластық, сыйлық жүргені жақсы әрине. Шынымен де қазірдің өзінде осылай сыйлық беріп, қуантып, жаңа ғана жылап отырған Заринадан түк қалған жоқ, сондықтан да менің ойымша Тәуіржан сізбен жүріп мүлдем жыламасыншы. Иә, Қолыңыздан келеді деп ойлаймын. бұйырса, енді мен айта алмаймын, вдруг менің какой-то нәрселерім жылап жіберуі мүмкін, мынандай мелочь нәрселер, поэтому я енді Дайын стараюсь. жер деп атқан сияқты айттыңыз. Дайын жер деп атқан сияқты Жоқ, енді на всякий случай ғой, енді ешнәрсеге гарантия бере алмайсың бұл өмірде. Даже шыққаннан кейін 5 минуттан кейін не болатынын, мысалға да, саддәулеттің жағдайы не болатынын, мысалы білмейміз ғой ешкімге, поэтому гарантия жоқ қой. не істегің келіп тұр? Мен Деп жатырмын, просто сені қосып жібердім әңгімеге. Сен адамдар енді әңгімемен қоссаң, мен саған айтайын, 5 минуттан кейін мен реклама болады, әжетханаға барып келемін, тірлігімді істеймін. Бірақ енді қара, Гүлжан, сен енді андай типа бүйтіп крючок тастап қойдың ғой, уайымдамай қой, қасыңдағы көмекшілерің де, өзің де маған еш нәрсе істей алмайсың сен. Иә, сен ханзадасың ғой екен. Мен ханзадалықтан бөлек. Гүлжан, сен мені танисың ғой, не аласың? Мен сені танымаймын. Сен мені танисың. Сен екеуміз жақсы. Жақсы жігіттер, рахмет. Иә, негізі жаңа айтып жатырмыз енді. Тәуіржан, сізге бір сұрағым бар еді. Өткенде сіз айтқан едіңіз, иә? Маған Зарина ұнайды деп айтып қалдыңыз. Сол сөздің сөз жайлы білгім келіп тұр. Сол процесс ұлғайып жатыр ма? Сол бір сезімдер, ойлар өсіп жатыр ма деген сияқты. Және де Зарина, сізге де сол сұрақ сұраймыз. Дайындалып отырыңыз. Мен білмеймін, мысалы, менде мына нәрсе пайда болды да. Мен әкеммен сөйлескен кезде, мысалы, ең бірінші қыздың дініне қара деді, негізі мен әкем совет беріп жатыр да. Дініне қара деді, и ата-анасын көр деді, мысалы. Сосын менде андай бір ой болды. Если екеуміз таныстығымыз жарасып жатса, мен мамамды Заринаның мамасымен бірге саяхатқа жіберуге, короче. Екеуі бұйырса ғой, общение ұстап деген сияқты. Сосын уже мамамды айтады, сосын уже общий танысамыз деген сияқты. Енді сондай процесстер болады деп ойлаймын енді. Бірақ енді не обязательно сразу жүріп кету деген сияқты. Потому что мен папам айтты, қасыңдағы адамды қатты жақсы көру саған маңызды емес деп. Потому что ол адам саған просто ұнай бере берсін, жүрегіңе приятно болса болды деді, короче. Ал ол қатты жақсы көріп үйлену деген ол кезде уже андай стереотиптер бар да, типа сен қыз болсаң, сені жігіт адам қаттырақ жақсы көру керек деген сияқты. Или, например, қыздар хотят, чтобы жігіт больше любил деген сияқты. А мен хочу, чтобы все строилось на уровне уважения дейді ғой. Мен хочу, чтобы было так. Тәуіржан, сізге Зарина ұнай ма? Ұнайды. Ұнамаса мен істеймін, сөйлесіп вообще. Давно кетіп қалатын едім, по идее. Зарина, сізге Тәуіржан ұнай ма? Мен Заринаның позициясын да білемін, потому что екеуміз де бұл туралы кішкене сөйлескен кезде бұл маған как жақын досым сияқтысыз деді ғой енді. Поэтому мен ойлаймын, что ондай сұрақты типа қойған. Бәрібір де ол жауап шықпайтын сияқты деп тұрсыз ба? Иә, бәрібір, потому что әлі есте сияқты, потому что Дегенмен сұрайық. Не деп жауап береді? Өзіңіз бағыңыз сынап. Ал бағым сынап көрейін, Зарина, не деп айтасыз сұрағыма? Тәуіржан, сізге ұнай ма? Ұнай ма дегенде ұнай береді ғой, просто ұнаудың. Тәуіржан, сіз менің ше жауапты естігіңіз Мен бүйтіп келмейді. отыршы, айтып алсыншы. Ялып тұрмын. Ялып тұрсыз ба? Иә. Дегенді қойыңдаршы. Негізі Волоса ханым, жаңа Тәуіржанның тарапынан да айтылып жатқан нәрселер, менде де бір сондай сияқты бір адамның жеке өзін қатты жақсы көру мүмкін емес сияқты да. Бір өмірге деген ұстанымдары, өз-өзін қалай ұстағаны, бір юморға жақындығы, бір сондайсымен адам бір жағымды болады да, сенің қасында жүрген кезде, жаңа уақыт өтіп кетеді, қызық болады, ұялмайсың, ештеңеден жатырқау болмайды. Мүмкін осы нәрселер бір деңгейге көтереді деп ойлаймын да. Бірақ енді ұнайды деп айта алмаймын, сол жақын дос сияқты көремін. Менде мынандай болады. Айтып бол ма? Былай да. Жақындап қалдық. Кейбір секреттерім бар ғой, енді ешкімге айтпайтын. Иә. Тәуіржанға айтып қоямын да, білмеймін қалай. Ол да сондай, андай прям айтпау керек деген нәрселерді. Демек ұнайды. Солай сияқты. Демек жақсы көреді дейді Ағарке мысалы. Бол ма? Қазір нақты ештеңе айта алмаймын просто. Все болды. Білмеймін, көреміз. Жақсы, уақыт көрсетеді дейсіз, иә? Дегенмен де жаңағы жүрегіңе жылы, жақын дегеннің барлығы бір ұнайды дегенге келетін сияқты. Және қайта көргім келеді
ғой, сізде ондай бар ма? қалай? Қайта көргіңіз келе ма? Негізі былай екеумізде Тәуіржанның маған бостандық беретіні, қатты бір қинамайтынын ұнайды да, сол жағынан. И ешқашан болмапты, Тәуіржанмен болған сияқты таныстық. Бірінші рет болып тұр, басқаша болып жатыр. Басқаша. Тәуіржан, сізде бола ма бір асығып, мен қазір бүгін Заринамен кездесем деген сияқты? Кездесуге асығу деп айтамыз ғой. Асығу дей ма? Мен асықпаймын, по идее. Менде потому что ожидание болып қалуы мүмкін да, поэтому я хочу, чтобы на уровне андай ішіндегі интуициямен бола берген қалап тұрмын. Андай қатты қаласаң болмай қалады ғой, короче. Сондай нәрсе бар да, поэтому. Просто 2 сағат күтем десең, кешігіп келген болмаса жұмыстарымен әйтпесе, жоқ енді, бұл кісі кездесуден ерте шығып қояды, мен жұмысым сәл кеш бітіп қалады деген сияқты ғой. Негізі жалпы қатысушылар, егер де басқа бір жұптар болса, басқа бір таныстықтар болса, міндетті түрде сұрайды менің ойымша. Қашан? Бірақ сол сұрақты енді мен қоя берейін, сіздердің аттарыңызда. Сіз бүгін біраз сұрақ қойып тастаған сияқтысыз бізге, Қашан? Негізі деймін да. Тәуіржан, Ау. қашан жұп болудың ауылы алыс емес па, жақын ба деген сияқты сұрақтар. Және оған бір уақыт керек па? Негізі біздің таныстыққа Балауса ханым уже 1 айдай болып қалады екен. Кеше маған сіңлім айтады, екеуің танысқандарыңа 1 ай болып қалыпты ғой дейді да, маған деген уақыт зулап өткен сияқты, кеше ғана танысқан сияқтымыз. Бірақ енді аз уақыттың ішінде өте жақсы таныстық болып жатыр деп айта аламын да. Бірақ енді Тәуіржан тарапынан білмеймін, қазір айтпақ қойсын, ондай нагүн болады, жұп деген сияқты, білмеймін, ондай ұсынып шам болады деген сияқты. Бір күні керек емес, жай ғана мен жалпы жоспарды сұрап жатырмын, болжамды деген сияқты. Сіздерге қаншалықты маңызды жұп болу деген сияқты көзқарасты білгім келіп тұр. Соңғы сұрағым болсын осы. Енді көреміз енді бұйырса. Бұйырса? Максимум 1 айдан кейін деп ойлаймын. Ну, примерно осынша уақыт, мысалға сөйлесіп тұрып, примерно осындай уақыт тағы болса, я думаю, уже примерно уже будет все ясно деген сияқты. Терлей бастағансың, маңдайдан тер шыға бастаған ғой, мен тұрам ба? Уже? Балауса ханым, мен тұрмай деп кетпейсің ғой. Негізі мен үшін жұп болу кәдімгі үлкен қадамда. Сондықтан әлі дайынмын ба, дайын емеспін ба деп ойлап кеттім ғой менде. Бұйырған болады, андай қатты ойлай бермейікші, қатты андай несе кетем, түнде ұйықтай алмай, не болады, қалай болады, точно дұрыс бола ма деген сияқты уайымдаймын. Негізі енді мен ойлап тұрмын, кеңес па білмеймін. Жалпы енді бір жағынан барлығы бір сыртта дос сияқтымыз деген сияқты бір әңгімелердің төңірегінде жүрмей, осы қыз жігіт ретінде қандаймыз деген сияқты бір бағытты бұру керек сияқты сол жаққа қарай. Мен ойлаймын, екеуміз сол жағынан сіздер бір-бірлеріңізді жақынырақ, жақсырақ танисыздар қыз жігіт ретінде. Дос ретінде енді ұзаққа дейін жүре беруге болатын сияқты ойым. Мен ойлаймын, екеуміз жұп болатын болсақ, мен ары қарай екеуміз де бұл жерден кететін сияқтымыз деп ойлаймын. Типа, зачем тянуть этот деп ойлаймын. Жұп болғаннан кейін кетсек бола ма? Яғни үйлену ме? Ну енді типа, вообще эфирға келмей деген сияқты ғой, сондай бола ма негізі? Оны енді Зарина өзі шешеді. Сосын бір сұрағым бар. Мен ана шымырлық деген комнатаға кірмедім ғой вообще осы. Сырласу ма андай. Кіргіңіз келіп тұрса, қазір кірсеңіз. Жоқ, негізі деймін да, сол басында бәрі кіріп жатыр да, соны мен қарап күтіп отырмын да, бәрі кіріп, әңгіме айтып, шай ішіп отырады да, мен қашан су ішіп отырамын, ана жақта шай іше деген көріп. Онда сіздерді сол сырласу бөлмесіне шығарып салайық. Дәл қазір екеуіңіз барып шай ішіп қайтыңыздар. Может, микрофон жоқ шығар, или мынаны өшіріп тастаймыз ба? Просто между собой. Шыға беріңіз, өшіріп тастаймыз қазір. Сырласуға барып шай ішсін. Бізде енді құрметті көрермен жаңа үміткер келді. Бірақ кімді таңдағанын жарнамадан кейін білеміз.